Арғымағым менің. Көңілдісің ғой? Әрине. Біз Сұлтан екеуміз Стони Райт жарысына жаттығып дайындалдық. Сұлтан өзін керемет көрсетті. Білемін. Мен көрдім. Мені аңдыған екенсің ғой. Жоқ. Қайдағын айтпашы. Мен сендердің жаттығуларыңды үнемі көрем. Жай қалжыңдағаным ғой, Венди. Бұл көңіл күйің жақсы болғандықтан шығар? Бұл жарыста әкем мен анамның да көргенін қалар едім. Ертең олар осында келеді. Әкем 10 рет Стони Райттың жеңімпазы болған. Тәжірибесімен бөлісіп, ақыл кеңесін беретін шығар. Еш қиындықсыз жеңген шығар, я? Бұл жолы сенің қатыспайтының қандай жақсы. Әйтпесе маған нағыз қиындық сол болар еді. О, Сұлтан! Не болды? Пәленде ештеңе емес. Оны босатып аулаға жіберген едім. Мүмкін оны найзағай үркітіп жіберген шығар. Бірнеше күннен бері күнде бұлттанып тұр. Бірақ ол алыста, аспанда ғой? Иә, оның рас, бірақ Сұлтан бұрын найзағайдан қорқпайтын. Қазір бәрі дұрыс. Солай ма, тұлпарым? Содан кейін ол бізді ойын алаңын алып барды. Менен бір өзгеріс байқадыңдар ма? Сен құлағыңды тесірдің бе? Иә. Не дейсіңдер? Өте әдемі. Оның таңғалатын несі бар? Менің де сырға таққаныма біраз уақыт болды ғой. Білем. Мен саған қызығып қарайтынмын. Қалай болды, Таня? Ауырды ма? Жоға. Түк те ауырған жоқ. Ұзақ уақыт тесті ме? Бірнеше секунд қана. Еш қиындығы жоқ екен. Енді үлкен ауыр сырғаларды тағаласың ба? Алдымен құлағым жазылсын. Сосын тағамын. Мен де құлағымды тестірсем бе деп жүрмін, мүмкін бе? Алдымен әкең мен анаңнан рұқсат сұрағаның жөн, олар келсер ме екен? Әрине, бүгін кешке сұраймын. Ескертіп қояйын. Қазір көп ата-аналар құлақ тесу дегенді құптай бермейді. Жоқ, тек менің ата-анам емес, оларды жақсы білем ғой. Кристиан Стони Райтқа барын салып дайындалуда. Нәтижесі жақсы болар деп үміттенемін. Қане, Сұлтан, оларға қолына не келетін көрсет. Бір жеріңді жарақаттап алмадың ба? Бәрі жақсы. Жақсы дедім. Оған ештеңе болмап па? Оған бірдеңе болғаны анық. Не болды? Сен Сұлтан жарысқа дайын деп едің ғой. Дайын еді. Шынымды айтсам, өзіңде таңданып тұрмын. Кеше ғана осы жерден жап-жақсы секірген еді. Рас айтады. Мен де оны көрдім. Тағы да тәуекел етіп көрейін. Сұлтан секіре алады. Мен оған сенімдімін. Қане, тұлпарым. Доғар. Оған не істеп қойдың? Ештеңе. Егер ештеңе істемесең, ол неге секіре алмай тұр? Ол өте төзімді жылқы. Өзің де білесің. Оны қайта-қайта секіртіп, жалықтырып жібергенсің. Немесе сен тұлпарды жөнді тізгіндей алмайсың. Жоқ, қателесесіз. Мен қолымнан келгеннің бәрін істедім. Бүгінге осы да жетер. Ертең тағы да байқап көрерміз. Солай ақ болсын. Ертең. Сенің ата-анаң тым асыра сілтеп жіберді. Олар мен үшін ненің жақсы екенін біледі. Қалай болғанда да жануардың аты жануар ғой. Мен оны үркітіп алдым. Немесе бірдеңені дұрыс істемей қойдым. Бұл анық. Сұлтан кеше ғана ата-анаң келмей тұрып та солай істеп еді ғой. Бола берсін. Бәрібір менің ата-анамның айтқаны дұрыс. Ол бірдеңеге мазасызданып тұр. Мен оны сеземін. Бірақ неге екенін әлі білмеймін. Венди, жетер. Ақылға қонымсыз болжамдарыңды тыңдауға шамам жоқ. Бәрінен шаршадым. Мұна алма қосылған тағамыңыз бүгін ерекше дәмді бопты. Рахмет, қызым, ас болсын. Бүгін Таняның құлағындағы сырғаны көрдіңіздер ме? Оны көрмеу мүмкін емес. Алаңдағылардың бәріне көрсетіп мақтанып жүрген. Әке? Кешір, ойланып кетіппін.
Онда келесі жолы көріңіз. Сырғасы өзіне жарасып тұр. Егер сен солай десең, Айтайын дегенім, мен де құлағымды тестірсем бола ма? Тіпті не дерімді де білмей тұрмын. мен білемін, жауабы жоқ. Неге? Онда тұрған не бар? Рок жұлдыздар мен жануарлар ғана құлақтарын теседі. Әке, мен тіліме сырға тағайын деп жатқан жоқпын ғой, тек құлағыма ғана. Сен әлі сырға тағатын жасқа жеткен жоқсың. Жуана 4 жасында құлағын тесіпті. Ол мүлде басқа жағдай, қызым. Венди, бірдеңе десеңші, менікі дұрыс қой, а? Жоқ, тек бұл жолы емес. Құлақ тесу дегенді мен де түсінбеймін. Кешір, сіңілім. Тамаша. Демек, менің қалауымды құптар бір жан жоқ, мұндайды күтпеп едім. Қызым, болды доғар. Бұдан бұлай, бұл мәселені қозғамай-ақ. Мен сіздерді көреген отбасы деп ойлаушы едім. Қателескен сияқтымын. Ертең-ақ ашуы басылар. Қайда, мен оған сенімді емеспін. Оларға бәрін түсіндіруге тырыстым, бірақ менің сөзімді құлақтарына дәлген жоқ. Менікі де басында қарсы болған. Бірақ мен сонда да тестірдім. Рас па? Әрине, мүмкін, маған да солай істеу керек шығар. Бірақ әкем мен анамды ренжітіп алмаймын ба? Алғашында ренжу мүмкін, кейін үйреніп кетеді. Жүре ғой, сұлтаным. Кристиан, түн ортасында не істеп жүрсің? Сұлтанды судан секіруге жаттықтырмақпын. Және оған ата-анамның да, басқаның да қарап тұрғанын қаламаймын. Дәл қазір ме? Стони Райтқа 1 аптадай уақыт қалды. Менің ата-анамның талапшыл әрі шыдамсыз екенін білесің ғой. Сондықтан тез арада бірдеңе істеуім керек. Жақсы. Ендеше мен де сенімен бірге барамын. Жоқ, Венди. Бұл менің жеке басымның мәселесі. Ешқандай нұсқаушының көмегінсіз ақ. Өз тұлпарымды өзім тәрбиелей аламын. Мен ешқандай да нұсқаушы емеспін. Тек шын ниетімен Сұлтан екеуіңе көмектескім келеді. Басқаның шаруасына араласа бермеші. Бұл маған және менің ата-анама ғана қатысты мәселе. Түсінікті. Ендігі әрі Деккерлер отбасының шаруасына араласпаймын. Табылған ақыл. Тамаша. Түсінгеніңе рахмет. Қайырлы түн. Айтпақшы, үстіңдегі киімің жарасып тұр. Кэрри, кешкі аста сені ренжіткенім үшін кешірім сұраймын, бірақ есікті сыртынан жаба аласың ба? Мен Танямен сөйлесіп жатырмын. Бұл жеке әңгіме. Әрине, дегенің болсын. Бұның тағы не ойлағаны бар? Қане, сұлтан, сен секіре аласың. Бастамасы жаман емес. Жетер, Кристиан. Біз саған бірнеше рет мүмкіндік бердік. Сен тұлпарды тізгіндей алмайды екенсің. Енді менің кезегім. Ақыры қолыңнан келмейді екен, енді Сұлтан екеуіңнің жаттығуларыңмен әкең өзі жеке айналысады. Қалжыңдап тұрсыз ба? Әрине, егер қарсы болмасаң, сенің бүлдіргеніңді жөндейміз. Оның өзіне деген сенімін күшейтіп, секіруге қабілетін арттыру үшін бірге жұмыс істеуіміз керек. Әке, мен ештеңе бүлдірген жоқпын. Маған тағы да уақыт беріңіз. Стони Райтқа бірнеше күн ғана қалды. Егер ол секірмесе, онда жарысқа да қатыса алмайды. Сенің көздегенің осы ма? Әрине жоқ. Жаттығуды ертең түсте бастаймыз. Ал қазір аттың ер тоқымын шеш. Тынығып ал, балам. Шаршап тұрған сияқтысың. Қане, тұлпарым. Мұнда тұрғаннан пайда жоқ. Венди, үндемегенің дұрыс. Аллаң болма, қымбаттым. Ол тек аздап шаршап тұр. Ренжімеңіз, Деккер ханым, бірақ мен оны кінәламаймын. Сенің отбасыңның ісіне араласпаймын деп сөз бергенмін. Бірақ олар Сұлтан туралы қате пікірде. Оған қоса сені де босқа айыптап отыр. Және... Доғар, мен олармен келісемін. Келісесің бе? Неге? Маған ұнамай тұрғаны әкемнің Сұлтанға жақындағаны. Сенесің бе? Ол бүгін ғана емес. Кеше түнде де секіруден бас тартқан. Бірақ қолымнан келгеннің бәрін жасап жатырмын. Басқа не істерімді білмеймін. Сен қалай ойлайсың? Менің көмегімді сұрап тұрмасың? Жақсы, көмектесейін. Бірақ тек Сұлтан үшін. Кристиан, ол қатты шөлдеген сияқты. Соңғы кездері көп су ішетін болды. Оның қандай да бір дертке шалдығуы мүмкін бе?
Бұған не дейсің, Венди? Бірдеңе айтшы. Сені біреу көрді ме? Көрген жоқ. Керемет! Қандай әдемі сырға! Сенкіне ұқсайды екен. Сен бір шешімге келдің бе? Иә, бұл шаруаны тезірек тындырайық. Оның халі жаман емес. Тек қатты шөлдеп қалған және аздап күйзелген. Бірақ алаңдайтын ештеңе жоқ. Кеңес бере аласыз ба? Білмеймін. Мен де сендер сияқты түкке түсінбей тұрмын. Өкінішке орай көмектесе алмаймын. Қанша су ішсе де оның шөлі басылар емес. Түсінсем бермасын. Бұл да бір ескеретін жайт. Әрине, бұл күдік тудырады. Себебін анықтасақ екен ғой оның. Басым қатып кетті. Бар мәселе сұлтанда емес. Өзім де, Венди, түсінесің бе? Әкем дұрыс айтты. Өзіңді кінәлай беруді доғар. Кристиан, одан да ойлан. Сұлтан неге тек судан секіруге қорқады? Мен қайдан білейін? Серуенге шығып келейік. Қазір ме? Не үшін? Оның да бір пайдасы болар. Ендеше, не ойлап тұрғаныңды түсіндірерсің? Қазір көресің. Қане? Вау, тұлпарым, вау! Бір жерді айналып жүрші. Бәрі дұрыс па? Иә, дұрыс. Бар жоспарың осы меді? Кешір, бірақ не болғанын өзіңде көрдің ғой? Сұлтанның арықтағы судан қалай қорқып қашқанын байқадың? Арықтан қорқады демекпісің? Я, ол судан қорқты. Демек, судан да секіруден қорқады деген сөз. Онда ол атқорада тұрғанда неге сонша көп су ішті екен? Себебі шелектегі су қауіпсіз. Дұрыс. Бір байқағаным, ол шелектен басқа еш жерден су ішпеді. Сенің әкең араласпай тұрғанда оның неліктен судан қорқатынын анықтауымыз керек. Демек, бізге уақыт керек. Әрине. Біздің не көргенімізді айт. Ол тыңдай қоймас. Байқап көр. Сен оны сендіріп айт. Қаласаң, сүйкімді де бола аласың. Расында мені сүйкімді деп ойлайсың ба? Әрине, тәуекел етіп көр, жарай ма? Өзің үшін. Атанаң сенің де пікіріңмен санасатын шығар. Сұлтанға не болғанын түсіне алар емеспін. Бәлкім Стефаниден сұрармын. Оның не айтарын көрейік. Джим, уайымдама. Айтарлықта ештеңе болмаған шығар. Сәлем. Қалайсыңдар? Жақсы. Жақсы. Сіздерге бірдеген көрсеткім келеді. Тосын сый. Көрдіңіздер ме? Міне, кіп-кішкентай сәнді сырға ғой. Әке, рок жұлдызына ұқсамаймын ғой, а? Керри, сен бізді мүлде тыңдамайтын болыпсың. Білемін, бірақ Таня да ата-анасының келісімінсіз жасады ғой. Бірақ олар ренжіген жоқ. Онда біздің шаруамыз қанша? Сен Таня емессің, ал біз оның ата-анасы емеспіз. Ал, мен солай болған қалар едім. Біз саған тек жақсылық тілейміз. Оған сенесің бе, жоқ па, ол өз шаруа. Бірақ сіздер менің қалаумен санаспайсыздар. Жақсы, сабаңа түс. Ашуланбай ақырын сөйлесейік. Сөйлесетін несі қалды? Ештеңесі қалған жоқ. Сен менің көңілімді қалдырдың. Кешір. Сіз де. Сен қайда болдың? Күткеніме 1 сағат болды ғой. Біз серуендеп келдік, әке. Тыңдаңызшы. Серуен? Жаттығудың алдында ма? Біз бұлай келіспеген едік қой. Бұл менің ұсынысым болатын, Деккер мырза. Сен араласпа. Бұл ұлымыз екеумізге ғана қатысты мәселе. Рұқсат етсең, оны өз арамызда ғана шешейік. Әке, тоқта. Біз арықтан секіріп өтпек болғанда, Сұлтан үркіп, кері кетіп қалды. Содан ол судан қорқып қалған сияқты. Суды көрсе, шегіне кетеді. Сұлтан судан қорқат демекпісің? Неге? Әрине, әлі 100% сенімді емеспіз.
Сендердің ешқандай айқақтарың жоқ. Бос әңгімені қой, одан да нағыз жігітше бар жауапкершілікті мойныңа ал. Жақсы, бұл менің тұлпарым. Сондықтан оны иесі ретінде оған жақындауыңызға тиым саламын. Сен маған тиым саласың ба? Я, өтінемін әке. Сіз тек жағдайды одан бетер ушықтырып жатырсыз. Егер олай істемесеңіз, мен жарысқа қатысудан бас тартамын. Сұлтанға енді отырасың ба, отырмайсың ба, оны да мен шешемін. Не? Оны жаттықтыруға сенің күш жігерің жетпейді. Бұған көзім жетті. Сондықтан оны сатып жіберемін. Сатасыз ба? Әрине, сіз барлық мәселені ақшамен шешетін адамсыз ғой. Сіз үшін қиындықтан құтылудың жолы осы ғана. Оны сатып басқасын алмақсыз ба? Басқа ұл сатып ала алмайтыныңыз қандай өкінішті. Кристиан, кешір мені. Мені де кешір. Бәріне өзім кінәлімін. Сені неге тыңдадым? Не болған білесіңдер ме? Не болып жатыр? Сенің сіңілің ақыры құлағын тестіріпті. Мүмкін емес. Мүмкін. Және әкең оған қатты ашулы. Бүгін әкелердің бәріне не болған? Кешіріңіз, ханым. Жақсы шешілді. Торбьерн отбасының кеңесін құратын уақыт келді. Кеңес? Серуен. Барлығымызға. Бірге. Шынымен бе? Біздің баруымыз міндетті ме? Иә, дәл қазір. Кеттік. Менің оларға жаным ашиды. Кристиан мен оның әкесі қатты ренжісіп қалды. Олар бір-бірін сыйламақ түгілі тыңдамайды да. Ал енді, менің кесірімнен сұлтанды сатып жібермекші. Қызым-ау, ол сенің кінәң емес. Жоқ, менің кінәм. Егер мен Кристианды әкесіне қарсы қоймағанда, мұндай жағдай болмас еді. Жақсы, осы да жетер. Мен бұдан ары шыдай алмайым. Көрдіңдер ме? Олар жасанды. Мен құлағымды тескен жоқпын. Енді көңілдерің орнына түсті ме? Неге оның жасанды екен бірден айтпадың? Себебі сіздердің олардың қандай екен көрсеткім келген. Әке, мен сізді қарсы болмайтын шығар деп ойлағам. Біздің Деккерлер отбасы сияқты болғанымызды қаламайым. Олай болмайды. Сөз берем. Қатты сөйлегенім үшін кешір. Білесің бе? Оларды қайта таққаныңда ғана байқадым. Саған өте жарасады екен. Рок жұлдызына емес, менің кіші қызым Керриге ұқсады. Қылмыскерге ше? Пэтч? Не болды? Ол не? Ол ана жақта су ішіп жатқан. Не болды? Қолымды тоқ соқты, ауырып қалды. Түк түсінсем бермасын. Суда тоқ бар ма? Жақсы. Венди, оған жақындама. Мен суды жөндегіш мамандарға қоңырау шалайын. Таптым. Енді сұлтанға не болғанын түсіндім. Сұлтан өте керемет жануар. Оған жақсы қамқор бола алатын біреу керек. Тамаша. Өзіңізге ыңғайлы уақытқа келуіңізге болады. Тоқтаңыздар. Өтінем. Кешіріңіз, сізге қайта қоңырау шалам. Сен не істеп тұрсың? Бұл сұлтанды сатып алушылар еді ғой. Сұлтанды сатпай-ақ қойсаңыз да болады. Оның неге судан секірмейтінін білдім. Сен оны босатқан кезде, ол үнем алаңдағы арықтан су ішетін солай ма? Оны сол жерде тоқ соққан, үркітіп жібергенде сол. Кристиан, міне, сондықтан ол қорадағы судан басқасының бәрінен қорқады. Арықтағы суда қайдағы тоқ? Түсінсем бермасын. Маған су орталығының қоңырау шалды. Сонымен? Көрші фермада қатты желден ағаш құлаған екен. Ол электр сымдарын қашаға құлатыпты. Сол қаша арқылы арықтағы ағып жатқан суға тоқ барған. Тоқ біздің арыққа дейін жеткен. Су орталығының қызметкерлері оны жөндеуге келе жатыр. Онда, ұлым, бізді кешір. Бұл ыңғайсыз жағдай болды. Және
Бұл мәселенің шешімі табылғанына қуаныштымыз. Вендиге рахмет. Ал Сұлтан ше? Жақсы. Оны сатпаймыз. Жарысқа қатысуға дайындалсын. Рахмет. Онда Сұлтанның қорқынышы сейілгенше, Стони Райт жарысына қатыспай-ақ қоюыңа болады. Енді соңғы шешімді өзің қабылда. Сұлтанның иесі сен, өз тұлпарыңды жақсы білесің. Керемет! Тамаша, мен Сұлтанға жақсы жаңалықты жеткізейін. Әрине. Жоспарымыздың сәтсіз болғанына кешір. Барлығымыздың құлағымыз тесік болса керемет болар еді. Мен өскен соң сырға тағам. Мүмкін қазір де тағуға болатын шығар. Наған қараңдар. Ғажап, қандай демі? Қане, берші көрейін. Жақсы, бірақ олар да жасанды. Жасанды ма? Бірақ байқалмайды екен. Тамаша! Оларды қайдан алдың? Анам сыйлады. Сонда анаң өзінікін берді ме? Өте әдемі, Бұның бір пайдасы болар деп ойлайсың ба? Басында қиындау болар. Сосын үйреніп кетеді дейді әкем. Қане тұлпарым, қорықпа. Тоқ соғудан әбден қорқып қалған ғой. Оңай дейсің бе? Егер суда тоқ болса, мен де қорқар едім. Сондықтан қиындықтың басталған жеріне келдік. Алдымен оның қорқынышын басуымыз керек. Енді оған суда қауіп жоқтығын көрсетеміз. Көрдің бе, Сұлтан? Енді оның ешқандай зияны жоқ. Расында қауіпсіз екен, Сұлтан, көрдің бе? Қане, бәрі жақсы болады. Бұл біраз уақытқа созылуы мүмкін. Оны асықтырмайық. Қанша уақыт қажет болса да күтемін. Рахмет, Венди. Дубляжның режиссері Алмас Ақажанов, дыбыс режиссері Марат Төлеубаев, аудармашылар Фатима Садықбекова, Мадина Жүнісбаева, редакторлар Мәулен Аметханұлы, Сандуға Шесенбекова, мәтінін дыбыстағандар Айнур Бабаева, Тимур Пиязов. Қазақстан телерадио корпорациясының тапсырысы бойынша аударып дыбыстаған Казмедиа Мобайл.